Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы медеу мұз айдыны. Тема сегодняшнего урока – ледовый каток медеу. Бүгінгі сабақта сөздерге сұрақ қоюды, сұрақтар бойынша кестені толтыруды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Асқақ, асқақ. Гордый, горделивый. Әлем, әлем, мир. Таудың ортасы, таудың ортасы. Середина горы. Билетсіз, билетсіз, безбилетный. Бірінші тапсырма тыңда, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение – послушай. Посмотри на рисунок, ответь на вопросы. Алматы жасыл бедерім, әлемде асқақ беделім. Көңілге медеу болып тұр, төрімде тұрған медеуім. Саят Қамшыгер. Ал енді сұрақ, теперь вопрос. Медеу мұз айдыны туралы не білесің? Что вы знаете о ледовом катке медеу? Что вы знаете? В этом стихотворении написано «Әлемде асқақ беделі». Значит, хорошая репутация в мире ледового катка. Екінші сұрақ, ол қайда орналасқан? Где он находится? Нашли в стихотворении? Правильно. Алматы қаласында, в городе Алматы. Үшінші сұрақ, третий вопрос. Табиғаты қандай? Природа там какая? Можно сказать, красивая, да? Әдемі, табиғаты әдемі. Екінші тапсырма. Оқы, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құра. Второе упражнение. Прочитай. По содержанию текста составь вопросы. Алматыда медеу мұз айдыны бар. В Алмате есть ледовый каток медеу. Ол таудың ортасында орналасқан. Он расположен посередине горы. Онда қысқы спорт жарыстары өтеді. Там проходят соревнования по зимним видам спорта. Табиғаты өте ерекше. Природа очень особенная. Мұнда қонақтар көп келеді. Спорт жарыстарын көреді, демалады. Сюда приезжают много гостей, смотрят спортивные соревнования, отдыхают. Ал енді сұрақтар құрастырайық. Давайте составим теперь вопросительное предложение. Алматыда медеу мұз айдыны бар. Медеу мұз айдыны на какой вопрос отвечает? Правильно, не, что. И получается у нас вопрос. Алматыда не бар. Что есть в Алмате? Второй вопрос. Ол таудың ортасында орналасқан. Таудың ортасы – это середина горы. Значит, отвечает на вопрос «где?». Где будет? Правильно, қайда. Ол қайда орналасқан? Где он расположен? Теперь к слову қысқы задаем вопрос. Қысқы – это зимний. Қысқы, если это зимний, то отвечает на вопрос «қандай?». Какой? Получилось у нас вопрос. Онда қандай спорт жарыстары өтеді? Следующее предложение. Табиғаты өте ерекше. Природа очень особенная. Задаем вопрос к слову өте ерекше. Какая, да? Природа там какая? Табиғаты қандай? Үшінші тапсырма. Сөйлемдерден мәтін құрастырып айт. Третье упражнение. Составь текст по предложениям. Какое предложение будет первое здесь?
Дұрыс. Бірінші, медеу мұз айдыны таудың ортасында орналасқан. Второе предложение найдите. Дұрыс. Оған автобуспен барасың. Үшінші сөйлем. Мұз айдынға билет аласың. Дұрыс. Төртінші сөйлем. Себебі билетсіз кіруге болмайды. Келесі сөйлем, следующее предложение. Мұз айдынға конькимен кіресің. И последнее предложение, соңғы сөйлем. Онда коньки теуіп үйренесің. Төртінші тапсырма. Сұрақтар бойынша кестені толтырып, дәптеріңе көшіріп жаз. Четвертое упражнение. По вопросам заполни таблицу и перепиши в тетрадь. Вопрос кім, кто здесь заполнено. Теперь вопрос қашан, когда. Қыста, зимой. А как будет летом? Правильно, жазда, весной, көктемде, да? И осенью, күзде. Вопрос қайда, куда. Здесь к словам, городам добавляем окончание бар септік. Ға-ге, қа-ке. Например, Семейге, Қостанайға. Следующий вопрос. Не істеді, что делал? Барды. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.